Баршаңызға қайырлы күн достар. Өте дәмді, нәзік болып шығатын шие қосылған заливной пирог дайындаймыз. Ең алдымен бізге ыдысымызға оның үстіне маргаринімізді салып, бөлме температурасындағы ұн мен маргаринді үгітіп аламыз. Яғни кружка тәріздес болу керек. Үгітіп болғаннан кейін аздап қана шұңқыр жасап, үстіне бір дана жұмыртқамызды, бір ас қасық қаймағымыз саламыз. Және де бір шай қасық разрыхлитель қантымызды салып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып шығады. Илеп болғаннан кейін біраз 5 минутқа тоңдырып қоямыз. Дәл осындай қамыры жұмсақ болып шығады. Осы кезде азғантай ғана ұн сеуіп қамырымызды илейміз, яғни жаямыз. Тұншық қағып жай жүрмеңіздер, және де оны да көп сеудің қажеті жоқ. Дәл осымен жайып болғаннан кейін формамызға қарай, формамыздың еніне қарай жаямыз, және де форманы ешқандай майлаудың да, ұн сеудің да қажеті жоқ. Дәл осылай видеода да, егер сіздер осындай форма болса, осылай мінекей қамырымызды жинаймыз, шеттерін барын реттеп. Және артық қамырды қолмен алсаңыздар болады, не болмаса мен сияқты оқтығының көмегімен дәл осылай алып тастасаңыздар да болады. Артық қамырын барын алып тастағаннан кейін міндетті түрде қамырымыздың астын шанышқымен тесуіміз керек. Ол біздің қамырымыздың біркелкі пісуіне әрі қатты көтеріліп кетпеуіне әсерін береді. Енді біз шиеміздің осылай артық суын бірінші сорғытып алуымыз керек. Сонда да шиенің өзіне тағы да өзінің сөлі болады. Ол үшін біз шиенің үстіне осылай бір ас қасық крахмал және бір ас қасық ұнымызды осы араластырамыз. Ол бізде қамырымыздың суlanып тұрмауына әсерін береді. Енді біз заливкасын дайындаймыз. Ол үшін қаймақтың үстіне бір дана жұмыртқамызды, қантымызды және бір ас қасық крахмалымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді пирогымызды жинаймыз. Жемістерімізді, яғни вишнямызды қамырдың үстіне саламыз. Сіздер егерде вишня болмаса, басқа кез келген жеміс қолдансаңыздар болады. Дәл осылай мінекей бәрін салып шығып, үстіне заливкамызды құямыз. Құйып болғаннан кейін үстін жан-жаққа құймамызды жаямыз, дәл лопатканың көмегімен. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 40-50 минуттай пісіріп аласыздар. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ, нәзік. Сіздер бұл жерде кез келген жеміс қолдансаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.